Құрметті қонақтар, бүгінгі бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы бүгінгі дарын иесі мәңгілік елдің болашағы деп аталады. Ендеше бағдарламамыздағы әңгімеміз де дарынды балалар жөнінде болмақ. Бүгінгі қонаққа келіп отырған қонақтарымызды таныстырып өтсем, мектебіміздің қабілетті, өнерлі, яғни дарынды балалары бүгін бізде қонақта. Жарық дүние есігін ашқан әрбір бала түрлі қабілетке ие болып келеді. Дегенмен, сол балалардың арасынан ерекше интеллектуалдық қабілеттілігімен, зеректілігімен, өнерімен дараланып, басқа өзінің достарынан, қатарластарынан анағұрлым озық тұратын балалар жиі кездеседі. Әп сәтте осындай жаһанды осындай қылығымен таң қалдырып жүрген балалар туралы бейнематериалға назар аударайық. Алғашқы концертін 4 жасында жазып, бүкіл Еуропаны кейін әлемді мойындатқан Моцарт сынды ерекше қабілетті балалар қазірде аз емес. Зерттеулерге сенсек, 1 миллион баланың ішінен бір талант иесі шығады екен. Бірақ көпшілік олардың бәрін бірдей байқай бермейді. Әлем жұртшылығы тек 50 миллионнан шыққан бір талантты ғана мойындайтыны анықталған. Ерекше қабілетті болса, баланың IQ деңгейі 160-тан асуы керек. Ал қалыпты ересек адам мұндай тесттен ең көп дегенде 120 балл жинауы мүмкін. Карина Лопли есімді ағылшын бүлдіршіні 2 жасында Microsoft компаниясының негізін қалаушы Билл Гейтспен тең интеллект дәрежесін көрсеткен. Ал 7 жасар Акрив Ясфал әлемдегі ең жас хирург. Ол ешқандай арнайы білімі болмаса да күрделі отаны сәтті жасап шыққан. Мұндай таланттарға қазақ жерде кем емес. Ал енді құрметті қонақтар, бүгін осы бағдарламаға келіп отырғаннан кейін әрқайсыларының бойларында өздерінің осы білім мен өнер жолында жетіп жатқан жетістіктерім бар. Енді осы жетістікке жету жолының қыры мен сыры неде деген сауалға жауап іздеуден бастағым келіп тұр. Жалпы осы жетістікке жету жолында қандай еңбек жасау керек? Жетістікке жету үшін біз көп оқуымыз керек, көп ізденуіміз керек, көп білім алуымыз керек. Дұрыс айтасың, Баян. Әрине көп оқуымыз керек. Енді қазір осы жаһандану заманындағы бүгінгі күні, яғни оқушылардың кітапқа деген қызығушылығы туралы мәселені қозғап кетсем, қазір енді өздеріңіз де білесіздер, осы оқушылардың кітапқа деген қызығушылығы өзекті мәселе жоқ, төмендеп кеткендігі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Енді өздерің осы жайында өз пікірлеріңді білдіріп кетсеңдер, жалпы мектептеріндегі балалардың кітапқа деген, сыныптастарының кітапқа деген қызығушылықтары қандай? Осы айтылған жаңағы оқушылардың төмендеп кеткен кітапқа деген қызығушылығы туралы не айтар едіңіздер? Иә, рас, қазіргі оқушылардың көбі кітаптан гөрі интернетте көп жүгінеді, әсіресе электрондық оқулыққа. Бірақ көпке топырақ шашуға болмайды. Осы оқулыққа да жүгінетін оқушылар аз емес. Алайда дарынды оқушы шығармашылығын кітаптан бастап керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, Жұлдыз. Енді қазірде осы жаңа айтып кеттік, өзекті мәселелердің біріне айналды. Енді осы елімізде жалпы жаппай кітап оқуға мәселесіне келген кезде осы қабылданып жатқан жобалар да, бағдарламалар да көп. Соның бірі деп осы оқу шаптығы жобасын айтып кеткіміз келеді. Енді бүгін біздің бағдарламамызға мектебіміздегі осы оқу шаптығы жобасында жұмыс жасап жатқан Гүлден Жеңісқызы өз шәкірттеріне келіп отыр. Енді Гүлден Жеңісқызы, сіз осы бүгінгі бағдарламамызда осы жалпы оқу шаптығы аясында жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесі жөнінде және жалпы осы балалардың қабілетін ашуға дейінгі және балалардың осы кітапқа деген қызығушылығын арттыруда осы жобаның пайдасының қандай екендігін айтып кетсеңіз. Рахмет сұрағыңызға, өте орынды, қазіргі басты мәселелердің бірі болып тұр. Жалпы облыс бойынша оқу шаптығы жобасы жоспарланған, ол біздің қаламызда да, оның ішінде біздің нөмір 5-ші орта мектепте де бұл оқу шаптығы жобасы жоспарланған жұмысын жүргізіп жатыр. Яғни қаңтар айынан бастадық біз жұмысымызды.
жалпы жоспарланған жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл оқу жаттығу жобасының бір оқушыларға және мұғалімдерге бір тигізген пайдасы оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылықтары оянып, жалпы оқушылардың кітап оқуға бағыт бағдар беріп, қызығушылықтары оянып, қазіргі таңда біз жұмыс барысында тексергенде балалардың былтырғыға қарағанда биыл оқу жылдамдықтарының артқанын байқадық. Енді дәстүрлі тексеруден кейін сол бір оқушыларды осы кітапқа қызықсыншы деп бір жақсы бір жұмыс ұйымдастырдық кітапханашымен бірге. Үздік оқырман деген сол үздік оқырман сайысын бізде алтын формуляр иегері болып атанған, алдымызда отыр 5-ші А сынып оқушысы Нұрлыбаев Ғасыр, және сынып бойынша үздік оқырмандар деп 3-ші А сыныбы жеңіп алды. Мектеп бойынша жүрген жұмыста осы балалар жетістікке жетті. Яғни біз осы жұмысты балалар кітап оқуға деген қызығушылығын ояту барысында жасалған болатын. Міне Ғасыр отыр, арамызда Ғасыр формуляр иегері болды. Мінекей алтын формуляр иегері атаныпсың. Енді сенің осы алтын формуляр иегері атануыңнан да кітапқа деген қызығушылығының өте ерекше екенін байқауға болады. Жалпы енді алтын формуляр иегері атану үшін қанша кітап оқыдың? Мен алтын формуляр болу үшін биыл 25-ге жуық кітап оқыдым. Енді осы өзің оқыған 25 кітаптың ішінде өзіңе ұнаған, өзіңді қызықтырған, немесе қандай да бір әсер қалдырған шығармалардың бірін атап кете аласың ба? Мен оқыған шығармалардың ішінде маған ерекше әсер қалдырған шығарма бұл Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасы. Бұнда маған ұнаған себебі бұл жерде ақанның құлагерді тілсіз түсінуі және де құлагердің жасалған қастандықтан қаза табуы маған өте аянышты көрінді. Тіпті бұл поэманың соңында адамның көзіне жас үйіледі. Ой, жақсы. Ал енді екінші айтылған жаңағы ең үздік сынып, ең үздік сынып атану үшін қанша кітап оқыдыңдар? Біз 3-ші А сынып оқушылары биылғы жылы сыныбымызбен 270 кітап оқыдық. Яғни бір сыныптағы барлық баланың оқыған кітабы 270 кітап болды. Әрине балалар, бұл деген өте жақсы көрсеткіш. Егер де барлық сыныптарымыздағы оқушыларымыз осындай дәрежеге жететін болса, нұр үстіне нұр болатын еді. Енді қандай кітаптар оқыдыңдар? Ертегілер, аңыздар, қызықты әңгімелер. Жақсы. Жалпы айта кететін болсам, толықтырып оқушымды балалар қазір оның ішінде бастауыш сынып оқушылары аңыздарға, ертегілерге, қызықты әңгімелерге қызығушылығы басым, әсіресе шетел ертегілерін қызығып оқиды екен. Бұл балалар қазір оқыған шығармаларын, әңгімелерін оқып қана шеттеліп қойып жүрген жоқ, оны қағаз бетіне түсіріп, суретінде салып, мына алдарыңызда қойдым балалардың жұмыстары және оқыған шығармаларынан үзінді де қойып рөлге бөліп, тіпті сайысқа да шығып келген балалар, осы мына жанында отырған балалар өткенде қалалық сайысқа шығып келді, осы оқыған шығармаларынан үзінді қойып келді. Сол балалардың сол көрінісіне назар аударсаңыздар. Ал енді тамашалайық, көрінісін ортаға шақырайық сол балаларды. Міне, сіздерге 4-ші А сынып оқушылары Төле бидің хақына адал бол атты көрінісін ұсынамыз. Еліміз тыныш па? Әзірге тыныш. Қалмақтардан хабар бар ма? Әзірге жоқ. 9 жасар жетес 90-дағы Төле биге сәлем бере барады. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Кел жайғас. Сонда Төле би былай дейді: Бата басқа, қына тасқа, ақыл жасқа. Не қалайсың бала? Сонда жетес бала: О қасиетті баба, ат берсеңіз өліп қалады, тон берсеңіз тозып қалады. Ат тонға белгісіз, өлмейтін, өшпейтін, өмір естен кетпейтін, бір сөз айтсаңыз соған ризамын. Сонда Төле би былай деген екен: Онда қолыңды жай бала. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, көп елдің данасы бол. Бір томның жағасы болма,
Көп қолдың ағасы бол, өзіңе өзің кәміл бол, еліңе әділ бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол деп батасын беріпті. Әмин. Еліңе менен сәлем айт, жолың ашық болсын. Сау болыңыз. Ой, жарайсыңдар балалар. Өнерлерің өнерлерің нұр жаусын. Тағы да толықтырып айта кететін болсам, осы оқу шарттығы жобасының бір жақсы жетістігі де, ол біздің мектепте де, қаламызда да дәстүрлі мәнерлеп оқу сайысы болады. Сол сайыстың жеңімпаздары бар арамызда. Ол Ділназ бен Баян. Осы мәнерлеп оқудан жүлделі орын алған оқушылардың бір жақсы өлеңдерін тыңдасақ, отырған қонақтарға, балаларға Жақсы, ал ендеше ортаға Ділназ бен Баянды шақырайық. Достық туралы ел аузынан, ертелікте, ел ішінде Әйтімбет деген сөзге шешен кісі болыпты. Бір отырыста Әйтімбет шешеннен замандастары «Достық нешеу?» деп сұрақ қояды. Сонда Әйтімбет тұрып, «Достықтың екі түрі болады. Бірі адал достықта, екіншісі амал достық. Дұрыса, енді оларды қалай ажырата аламыз дегендерге. Адал достық өмірлік нұсқа болады. Амал достықтың өрісі қысқа болады, деп жауап берген екен Әйтімбет. Міржақып Тұладов одан: «Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бос торғайы бол оны шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуім де күйік екен, отанды сүйгенім де күйік екен. Енді бұл көрсетіліп жатқан жұмыстың барлығы әрине оқу шарттығы жобасы аясында жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесі деуге болады. Міне енді қазақтың жыр дастандарын, сөз өнерін насихаттап жүрген дарынды оқушыларымыз да аз емес. Біздің білім ошағымызда да осындай дарынды жастарымыз өсіп келеді. Соның бірі қазір ортамызда отырған Әбдуәли Нұрдәулетті айта аламыз. Бұл оқушы 9-шы сынып оқушысы. Қазір өзінің осындай жетістіктерімен облыс көлемінде де танылып жүр. Нұрдәулет өзің осы қаңтар айында өткізілген жарқын болашақ олимпиадасының 2-ші жүлдегері атанып келдің. Қазір де осы жыр айтумен айналысып жүрсің. Енді жалпы осы үлкен жетістікке жетудегі тәжірибеңмен балалармен бөлісіп кетсең өзің. Жалпы бұл қасиет ерте кезден бастап, 5-6 жастан бастап кітап оқи бастадым. Одан кейін 1-2 сыныптардан бастап өлең жаттап, одан кейін 5-6 сыныптан бастап осындай сайыстарға қатыстым. Содан кейін қазір жырға деген құштарлығым арта түсті. Әрине жыр жаттау оңай емес деген көлем үлкен болады. Жақсы. Ал енді біз осы сенің сол жырдан, сол оқыған жырыңа қолқа салсақ, келіп осы балаларға оқып берсек. Ал бәріміз балалар Нұрдәулетке қошемет көрсетіп қояйық. Ақын аймен кейін қалған күлайым, Тажденбектің көңілінде осы ойым. Қызыл баста қалған бұлар жыласып, тыңдасаңдар соны баян қылайын. Ғаріптіктен шекті бұлар ақұғай, қайғы менен өтті күндер бір талай. Екі батыр елін іздеп қашқанда жүкті болып қалған еді ақын. Жүкті болып туарына таянды, амал қанша бермес өмір баянды. Бір күні ұйықтап жатыр еді ақын. Бірақ шілден түсте бір таянды. Айтты,
біздер ғауыз ияз қырықшілден құлағын сал сөз айтамын деймін. Бітті уақытың, кетер күнің таянды, бұл дүниеде жүре алмайсың балам сен. Шын жолдас деп ойлама азғана күнгі пәләні, өлшеуіл өмір біткенде шараны кімдер табады. Ойыңа өлшеп жазылған өмірдің бітсе тамамы. 9 ай 10 күн өткенде, күн төбеге жеткенде, көрішінде туарсың ішіңдегі баланы. Құдіретімен Құдайдың қу емшектен сүт шығып өзіңнен қорек табады. Тумастан бұрын жылған қызылбасқа хабары, кек қылып жүрген көкейден сол қайтарар наланы. Ақанай сонда сөйлейді. Көрмесем де сәулемді, сүрмесем де дәуренді, мақтандырса елімді, қайтарса жаудан кегімді, сол да маған болады, сонда көңілім толады, сонда мейірім қонады. Енді біздің мектебімізде ғылыми зерттеу жұмысын жасап жүрген оқушыларымыздар көп. Оның алды облыстық көлемде қорғалып келді. Енді осы оқушылардың ғылыми жұмыстары жөнінде сөз ете келсек, Жұлдыз, сен осымен бірнеше ғылыми жұмыстар қорғап жүрсің. Осы кейінгі қорғаған тақырыбың да қазіргі өзекті мәселелердің біріне айналды, иә? Енді жалпы осы тақырыпқа деген сенің қызығушылығың неден басталды? Әрине, аңдыбысы мүлдем қарастырмаған деп айта алмаймын, бірақ қазіргі кезде қанағаттандыра алмай жатқан шақтар бар екендігін айқын айтқым келеді. Мен осы ғылыми жұмысты жазу кезінде біраз жұмыстар жасадым. Менің кейбір сыныптастарым ны мен аңдыбыстарын ажырата алмайтындығын, әсіресе жазба жұмысында қиналатындықтарын байқадым. Осының қыры мен сыры неде деген сұрақ мазалаған болатын. Қысқаша Жақсы, енді иә, отырған қонақтарымызға, яғни өзің қысқаша айтып менің ғылыми жобамның тақырыбы оқушылардың ны ың дыбыстарын ажырата алмауының себептері. Мақсатым қазақ тіліндегі дауыссыз ны ың дыбыстарының қолдану аясында зерттей отырып, оқушылардың жазу, сөйлеу кезіндегі ажырата алмаудың негізгі себептерін анықтау. Осы зерттеу жұмысы жазу кезінде мектептегі 5-10 сыныптар оқушылар арасында сауалнама жүргізген болатынмын. Осы қатысқан оқушылардың саны 105 оқушы болды. Оның нәтижесі ажырата алады ны және ың дыбыстарын 40%-ға жуық, ал жазу кезінде 35%-ға жуық, ажырата алмайды 25%-ға жуық болды. Мен бұл тақырыпты алудағы себебім осы достарымның не себепті осы дыбыстарды ажырата алмайтындығы, оларға қандай көмек көрсетуге болады, кімнің көмегі қажет екендігін білгім келді. Зерттеу жұмысын жазу кезінде логопед, дефектолог мамамен Смакова Венера Хасеновнамен кездескен болатынмын. Білгенім осы ны ың дыбыстарын ажырата алмайтындығы көбінесе ата-анаға, яғни генге байланысты болады екен. Оны білу үшін осы баланы жастайынан логопед маманға апару қажет екен. Соны білдім. Жақсы, рахмет. Ал енді Нұрай, сен осы мектебіңіздегі олимпиада жүлдегерісің. Қазіргі кейінгі кезде сен де ғылыми жұмысты қолға алып, жоба жазып жүрсің, иә? Сенің қорғап жүрген тақырыбың, яғни ғылыми жұмыс жазған тақырыбың қыран тұспаттаған құсбегілер екен. Ал енді бұл тақырып сені қалай қызықтырды? Менің бұл тақырыпқа қызығушылығым құсбегімен кездескеннен кейін пайда болды. Бүгінгі таңда мен мұғалімнің көмегімен өлкеміздегі құсбегілерді зерттеп жатырмын. Ал енді өзің қысқаша осы жұмысыңа тоқтала кетсең. Менің жұмысымның тақырыбы қыран құс баптаған құсбегілер деп аталады. Мақсаты өлкемізде құсбегілік төл өнерін дамытып жүрген құсбегілерді зерттеп, оларды насихаттау. Өзектілігі қазіргі кезде қаламызда тұратын жастар көбіне қазақтың салт дәстүрін, төл өнерін жетік біле бермейді. Сондықтан осы құсбегілік өнер арқылы оқушыларға құсбегілік өнер қазіргі кездегі қажеттілігі мен кейінгі ұрпаққа маңыздылығын түсіндіру. Мен зерттеу жұмысының барысында көркем әдебиеттерден қазақтың біртуар ақын тұлғалары Шоқан мен Шәкәрім, Абай, Жаяу Мұса, Біржан Сал, Ақан мен Сегіз серілердің, Сәкен мен Мұхтардай аяулы асылдарымыздың айнымас серігі болғандығын білдім. Сонымен қатар қазаққа ат әйгілі
жабайы шора туралы да көп мәліметтер жинақтадым. Мақсатым өлкеміздегі құсбегілер зерттеу болғандықтан ең бірінші сұхбатымды қаламыздағы Мұхамеджанов Жарас ағайдан бастадым. Сол кісінің бағыт бағдар беруіне байланысты көнекөз қариялардың аузынан Жармағамбетов Болат есімді кісінің әкесі құсбегі болғандығын анықтадым. Сонымен қатар Бектауата жерінде құсбегілердің бар екендігін білдім. Мен құсбегілік өнерінің қажеттілігін былай түсіндірер едім. Ол жастарды еңбекке, батылдыққа үйрететін спорттың бір түрі. Сөзімді қорытындылай келе, қыран құсбегілік өнер қазақтың мұрасы, ал біз сол мұраны сақтап қорғау насихаттау, яғни қазіргі жастардың парызы деп білесің. Жақсы, рахмет Нұрай. Енді келесі ғылыми жобасымен ортаға Мақажан Ерсананы шақырсақ. Бүгінгі таңда жан-жақты дамыған дарынды тұлға қалыптастыру бүкіл білім беру жүйесінің басты мақсаты. Бұғанда елбасының жеке тұлғалық, ақыл-нақылға толы сөздері арқылы тәлім мен тағылым беру ең өзекті мәселе болды. Менің ғылыми жобамның тақырыбының орны шегінде осыған саяды. Енді ғылыми жобамның зерттеуінің негізгі мақсаты елбасының өз еңбектеріндегі афоризмдерді тиімді пайдалануы, сондай-ақ өзінің көркем оралымды сөйлеуі. Нақыл сөздерін ел басқарудағы маңызы мен мәнін дәлелдеді. Ізденімпаз, өнерлі, рухани адамгершілік құндылықтары бойына сіңірген саналы ұрпақ тәрбиеледі. Президентіміздің сүйікті мақалдарының санатына ауызбіршілік, ынтымақ, елдік, бірлік және отансүйгіштік тақырыбындағы мақалдар жатады. Оларды жыл сайынғы жолдауларында халықтың даналығына сүйене отырып, осы тақырыптарға сай өзінділік беріп отырады. Сол жолдаулардың бірі Қазақстан 2050 стратегиясында президентіміз қазақтың бірнеше мақалын қолданды. Соның бірі «Қызын жолы жіңішке». Осы сөзді айта келе елбасымыз біз әйел затына, анаға, жарға, қызға деген қапысыз құрметті қайталауға тиіспіз деген еді. Осы жолдауда қолданған мақалдарды слайдтан қарап отырмыз. Бірақ президентіміздің ең көп мақал мәтелдерді қолданған жолдауы Қазақстан 2030 стратегиясы. 7 мерзімді басымдықты айқындаған жолдауда бас аяғы 20 мақал мәтел қолданылды. Оның 6-ы қазақ мақал мәтелі. Елбасымыз көбінесе жолдауларында еңбекке байланысты мақалдарды жиі қолданады. Соның бірі халықтың есінде жақсы сақталып қалған көз қорқақ қол батыр мақалы. Біз елбасымыздың жолдауларындағы афоризмдерді теріп, жинақтап, барлығы 203 афоризмдерді тауып, мәнін аштық. Және осы елімізде елбасымыз жайлы көптеген деректі фильмдер, мақалалар жазылды. Және 107 кітап жазылған елбасымыз жайлы. Елбасымыздың жолдауларындағы афоризмдер бүкіл адамзат баласына бақыт сыйлаушы және бақытқа жетелеуші нақыл сөздер екені даусыз. Ол заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман. Ал енді біздің әрине тағы да бір осындай ғылыми жұмыспенде қорғап келген тағы бір оқушымыздың бірі, ол Байзада Алмас. Ол оқушымыз қазір енді бүгінде басқа сабақта жобасы бар, қорғайтын сонда қатысып жоқ отыр. Енді бағдарламамыздың соңында біз ертеңгі барлық баланың бәрі дарынды деген тұжырым жасай отырып, осы бағдарламадан не түйгендеріңізді айтып кетсек? Бүгінгі күннің жастарынан елбасымыз үлкен үміт күтуде. Сондықтан мәңгілік елдің жастары дарынды да талантты болуы қажет. Ол үшін сапалы білім алып, білгір маман иесі атанып, еліміздің өркендеуімізге өз үлесімізді қосуымыз керек деп ойлаймын. Нұрдәулет, сіздің пікіріңізді тыңдасақ. Дарынды балалар көбейе берсін,
Жақсы, рахмет. Міне бүгінгі бағдарламамызда өзіндік жеке дара қасиеті бар балалардың шығармашылығын көріп тамашаладық. Еліміздің ертеңі, келешегі осындай дарынды жастардың қолында болады деген сенім білдіре отырып, өнерлі республикалық ән байқауының жеңімпазы ғасырдың әсем әнін тыңдасақ. Дарынды оқушыларымыздың әсерлі әңгімесі және әсем әуені болды. Сау болыңыздар.